Ең бірінші фетірімізге лекаламызды тұп-тура қойып бастырып аламыз. Яғни ортасы кесіп тастамаңыздар. Дәл ортасын осылай белгілеп, қаламменен әр кескінді түсіріп аламыз. Екінші тастарымызды орнатамыз. Дәл осылай. Дәл ортасына осылай тігіп аламыз. Кеттік. Мынандай тасты тіккен кезде, мында екі шетінде неге тасты ұстап тұрған темірге қараңыздар, әртүрлі болып қалмасын. Бірдей сызықта орналассын мына екі шетіндегі темірлері. Әртүрлі болып, мынандай болып қалмасын. Дәл осылай тігіп аламыз. Өздеріңіз қалауыңызша екі рет, үш рет тігіп қалсаңыздар болады. Болмаса, жіпті мен сияқты 4 қабатты етіп, бір рет тіксеңіздер болады. Закреп осылай береміз. Қызыл тасты тіккен кезде алдын ала белгілеп алсаңыздар болады. Дәл ортасын. Мен былай белгілеп алдым кішкене өзіме. Белгілеп алмасаңыздар да болады, бірақ дәл ортасына тігілу керек осылай. Дәл осылай бекітіп аламыз. Енді бізде
мына айналдырып 0,5 мм жемшугімізді тігіп шығамыз. Дәл осылай айналдырып тігіп шығамыз. Инемізді мына жерде тура ортасынан шығарамыз. Мына қараңыздар, мына жерде моншақты елестетсеңіздер, моншақтың тура ортасы мына жерде. Яғни мына сызықтан 1-2 мм ортаға қарай шығарамыз. Дәл осылай шығарамыз. Екі моншақтан аламыз. Екі моншақтан аламыз, өлшейміз. Моншақ біткен жерден инемізді кері қарай кіргіземіз. Екі моншақтың ортасынан шығарамыз инені. Керісінше кіргіземіз қайттан. Соңғы моншақтан тағы да екі моншақ аламыз. Өлшейміз. Инеміз моншақ біткен жерден инемізді тығамыз. Кіргіземіз. Екі моншақтың ортасынан шығарамыз. Дәл осылай екі моншақтың ортасынан шығарамыз. Барлығын осылай айналдырып, мына қызыл тасымызды айналдырып, мына жиектің бәрін айналдырып тігіп шығамыз. Енді мына жерге келген кезде мына моншаққа жақын тігіп жібермеңіздер. Мына жерде, мына сызықтың бойыменен, сызықтың бойынан 1-2 мм алып, инемізді тығамыз. Әйтпесе, инемізді тігеміз. Әйтпесе, мына жерде мынаған жақын алсаңыздар, мына жер ирек болып кетеді. Дәл осылай аламыз. Келесісін көрсетіп жіберейін тағы. Дәл осы техникаменен тігесіздер. Жемшікті. Тағы да бір құпиясы бар. Жемшіктеріңіз, яғни мына ақ моншақтар, осы техникамен тігіп біткеннен кейін бос болып тұрады. Бос. Яғни бұндай бос болмау үшін қазір тағы бір техниканы көрсетем. Аяғына дейін осы жемшікті тігіп шығамыз. Дәл ортасынан аламыз. Сызықтан 2 мм жоғары. Енді қараңыздар, мына жерде аяқталатын кезде бұйымымыз грубый болып, ірі болып аяқталмау үшін бір размер төмен жемшіктармен тігеміз аяқ жағын. Ең соңғы мына 1 сантиметрді сондай моншақтармен тігеміз. 3 мм-лік 2 моншақ. 3 мм-лік 2 моншақ.
көзбен қарап отырасыздар, яғни 3 мм-ге 2 моншақ. 2 моншақ алмаймыз, яғни 1 моншақты 3 мм, 1 моншақты ең кіші размердегі 2 мм-лік моншақ аламыз. Мінекей, осылай аяқталу керек. Жетпей қалған жерге тағы да бір 2 мм-лік моншақ тігіп жібереміз. Мына жерге. Дәл осылай шығу керек. Енді моншақтарымыз мынандай болып билеп тұрмау үшін әр моншақтың ортасынан тігіп шығамыз. Артына қарасаңыздар, мына тігістер тұр, көрдіңіздер ме? Осы тігістерден ровно болу үшін мына жерден мына тігістен кіргіземін. Сонда 2 моншақтың ортасынан шығамыз. Келесі мына жерден. Келесі мына әр тігісте көрініп тұрады. Сіздерге көрініп тұр ма? Әр моншақтың ортасынан кері қайтып тігеміз. Барлық моншақты осылай тігіп шығамыз. Қазір мен тігіп шыққан соң сіздерге көрсететін боламын. Тігіп біттім. Мыналар қимылдамайды бұрынғыдай, өте берік тұрады. Енді мына жерде қараңыздар. Мына жерде ара қашықтық қалып кетті. Осы жерге кішкентай 2 мм-лік ақ моншақ тігіп жібереміз. Бұндай бос орын қалмау керек. Осылай тігіп жібересіздер. Екінші жағында тігіп бітірдім. Міне қараңыздар, енді сіздерге көрсетейін дегенім, мына берік қып тіккенім. Қимылдамайды қатты. Мына екінші жақ әлі тігілген жоқ. Мінекей. Сондықтан әр моншақтың арасынан тіге беріңіздер. Сонда моншақтарыңыз қимылдамайды, заттарыңыз өте сапалы шығады. Келесі сабақта мына жерді бисермен толтыратын боламыз. Менің каналыма жазылуды ұмытып кетпеңіздер. Және өздеріңіздің ойларыңызда жүрген кез келген бір осындай моншақпен тігетін заттарыңыз болса, қапсырмай, басқа да сәукеленің оюы, тақияның оюы, немесе алқа, өніржиек дейді ойларыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Мен әлбетте оланы оқимын. Қолымнан келгенше сіздерге тігіп көрсететін боламын.